Отбасы барлығымыздың жүрегімізге ең жақын сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Адам баласының өсіп өнетін алтын ұясы. Сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай ғана отан. Отан отбасынан басталады. Себебі отбасы бала тәрбиелеудің алғашқы баспалдағы. Оның ер жетіп, бой жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік қасиеттерінің белгілері отбасында қалыптасады. Отбасы құндылықтарының бірі жанұядағы адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен қамқорлығы, махаббаты. Екінші маңызды құндылық құрмет көрсету, сыйластық. Әр отбасы мүшесін жеке тұлға ретінде мойындау, олардың пікірлерін, тілектері мен қажеттіліктеріне құрметпен қарауды қамтиды. Сыйластық бағаланатын отбасында ашық диалог болады. Ондай отбасы өзара түсінісіп, адамның ерекшелігін, айырмашылығын қабылдай біледі. Қазіргі таңда сотқа жүгінген неке бұзу бойынша талап қою мен талап қоюшылар саны күннен күнге артып барады. 2020 жылдың 9 айында кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының өндірісінде неке бұзу санаты бойынша 117 іс қаралған. Ерлі-зайыптылардың ажырасуы мен көп жағдайларда бала тәрбиесіне кері әсер етеді. Сондықтан сотта істі қарау барысында ең алдымен отбасын сақтауға басымдылық беріледі.